Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге восточный пирогтың ең оңай, ең сәтті рецептісін дайындаймыз. Және де қазіргі таңдағы хит пирогтарымыздың бірі болып табылады. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын осы видеоның астындағы описанияға жазып қоямын. Өздеріңіздің лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер бізге ұн, ерітілген сары май, разрыхитель және де құмшекер, жұмыртқа. Енді осы жерде құмшекер мен ұнды араластырып аламыз. Және де разрыхительді қосып араластырып аламыз. Жақсылап. Және де еріп тұрған сары майымызды салып, осы ингредиенттермен араластырамыз. Бізде әдемі үгітілген песочный тесто шығу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеп әдем тұр. Енді осыған бір жұмыртқаны араластырып, әдемелеп қамырды дайындаймыз. Яғни біздің восточный пирогтың дайын тестосын дайындап жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ және өте дәмді және өте жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды холодильникке салып, бізге осы пирогтың салмасына қажетті ингредиенттер. Бізде жаңғақ және де 3 желания сгущенкасын саламыз. Енді дайын болған қамырымызды ыдысқа саламыз және осының үстіне жаңғақты саламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңғақтың орнына жаңғақ немесе мейіз, курага салсаңыздар болады, бірақ мен осы жолы тек жаңғақпен дайындадым. Енді жаңғақтың үстіне жаңа көрсетіп тұрғанымыздай баночкадағы сгущенкамызды салып, әдемі бір келкі етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай бір келкі етіп жинақтаймыз. Енді міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыздың формасы әдемі шықты. Енді осыны печкаға, өздеріңіздің градустарыңызды көресіздер, 140-150 градусқа печкаға жарты немесе 45 минутқа өздеріңіздің печкаларыңыздың градусына қарай пісіріп аламыз. Енді дайын болған восточный пирогымызды көріп тұрсыздар, өте әдемі, нәзік және де жұмсақ болып шықты. Бұл ең оңай пирогтарымыздың бірі болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай барлықтарыңызға ас болсын. Осы пирогты дайындауға кеңес беремін.